Бүгінгі сабақтың мақсатына жету үшін алдында істелінген жалпы дамыту сабақтарын өттік. Енді ары қарай дамыту жаттығулары кетеді. Бірінші жаттығуымыз бір орында тұрып жүгіру. Жүгірген кезде қол мен аяқтың қалпы бірдей болу керек, және 10 секунд сайын демалып отыру. 10 секунд өткесін тынысымызды орнымызға келтіреміз. Демімізді алып, демімізді жіберіп, қолымызды оңға, солға сермеп, бір орында жүреміз, айналып жүреміз. Осыны біз 4 рет қайталаймыз. Денемізді тік ұстаймыз, және жүгіріп келе жатқанда қол мен аяқтың қимылын қадағалап отырамыз. Уақыт өткен сайын демімізді алып, демімізді жібереміз. Әрбір жаттығу 10 секунд сайын қайталанады. Демімізді аламыз, демімізді жібереміз. Тыныс алу келеміз, қалпымызға келтіреміз. Ары қарай бастадық. Жаттығу жасап жатқанда тік тұрып, бір орында жүгіреміз. Қол аяқ қимылдарын қадағалаймыз. Жаңа айтып өткендей 10 секунд сайын демімізді қалпымызға келтіреміз, жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Енді үшінші кезең, тағы да жүгіреміз. Жүгіру кезінде айтып жатқан техникалық жағдайларды қалыптастаймыз. Және жүгіру техникасын қолданамыз мұнда. Дем аламыз, демімізді жібереміз, тағы да тыныс алу жүйелерін қалпына келтіреміз. Келесі жаттығуымыз. Жаттығуға имитация жасау. Және қорғаныс кезіндегі имитация жасау, жай сол солға, оңға қолымызды көтере, тіземіз сәл бүгіле, секіре отыра қозғаламыз. Солға, оңға. Қолдарымыз ауысып отырады. 10 секунд қайталаймыз, және демімізді алып, жіберіп, тыныс алу қалпын орнына келтіріп отырамыз. Тыныс жүйесін орнына келгесін, ары қарай жаттығуымызды жалғастырамыз. Тізе бүгіле, бір қолымыз жоғары, бір қолымыз ауыстыра, қорғаныс қалпында жүгіргендей. Қорғаныс жағдайын жасау. Деміміздің бүгілуін қараймыз, жартылай жетпей бүгілу. Және тынысымызды қайтадан орнымызға келтіреміз. Тынысымыз орнымызға келтіріп алдық. Дем алып, демімізді жібердік. Дем алып, демімізді жібердік. Енді тағы қайталаймыз. Солға 1, 2, 3, 4, оңға қарай 1, 2, 3, 4. Солға, оңға. Қолымызды ауыстырамыз, солға, оңға. Шам-шанырақ қозғаламыз. Екі қолмен қолымызды ауыстырып, екі қолымызды алдыға қойып, имитация жасаймыз осылай. Қайттан тыныс алу жүйелерін орнына келтіреміз. Енді келесі жаттығуымыз доппен. Если қолдарында доп болмаса, қолдарымызды бір қалыпта ұстап алдыға, жаттығуды орындаймыз. Алдыға бір қадам, доп пас беру, артқа доп беру, қарсыласына доп беру. Тәсімсімді орнымызға келтіреміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, дем жібереміз. Және тыныс қалыптарын орнына келтірін, ары қарай жаттығуымызды жасаймыз. Енді допсыз, міне, жасау қалай беру, бір-біріне пас беру, тіземіз бүгіле, алдыға, артқа, алдыға, үстінен, астынан допты командаласына беру әдістері қолданып отырмында. Қолдарын қалай ұстау керек, тізелері қалай тұру керек, бүгіле, алдыға доп беру. Тынысымызды орнымызға келтіреміз тағы да. Дем аламыз, демімізді жүреміз. Бір орында айналып жүреміз. Енді доппен қайталап керек. Айналып,
бердіңдер, допты қарсыласынан алып бермеу. Солға, оңға айнала. Доп кеуденің тұсында тұрады. Қозғалу. Бастапқы аяқ орында тұрады. Келесі аяқпен айналу. Жаттығуды жасап атқанда басты аяқ орында тұру. Дем алу, демімізді жіберу. Қалпымызға келтіреміз. Допсыз осы жаттығуды қайталаймыз. Орнында тұрып. Бастапқы аяқ қозғалмау керек. Бір аяқ, сол аяқ қозғалса, он аяқ орында тұру. Екі аяқ бірге қозғалуға болмайды, мына техника тактиканы көрсеткен кезде. Және доп кеуденің тұсынан айырылмау керек. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Денемізді асықпай қалпына келтіреміз. Дем аламыз, дем жібереміз. Дем аламыз, дем жібереміз. Тағы да енді доп болса, доппен қайталаймыз. Міне, доппен оңға, солға айналамыз. Допты кеуденің тұсында ұстаймыз. Аяқтың тұрысы қозғалысын қадаймыз. Бастапқы бір аяғын орнынан қозғалмау керек, бір аяқпен ғана қозғалу. Екінші аяқ қозғалса, ол тактикалық қателік болып есептеледі. Сондықтан бір аяқ орында тұрып, айналу керек. Енді денсаулығымызды қалпымызға келтіреміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Келесі жаттығу. Қолымызды пол еден үстіне қойып, денемізді төмен сүріп, жоғары көтеру. 10 рет, 4 рет қайталаймыз. 10-10-нан 4 рет қайталаймыз. Түскен кезде екі қолдың төменге қарай түсуін қадағалаймыз. Түсу ұстап денені тік тұру, аяғымен бас жағы бірдей төмен түсіп, бірдей көтерілу. 10 рет жасағасын демімізді қалпымызға келтіреміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Тағы да қайталаймыз, демімізді қалпымызға келтіріп атқанында. Жасалу кезінде дұрыстап қадағалаймыз, қолымыздың төмен сүруімізбен аяқтың дұрыс тұруын. Ештемеге тірелмейміз. Дұрыстап тұрып, қолымызды төмен түсіріп, жоғары көтереміз. Басымызды жуыстаймыз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Тыныс алу жүйесін қалпына келтіреміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Енді оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяғына жетті.